Баршаңызға сәлем, сіздер мен Аружан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйде жасалынатын жемістерден компоттың рецептін бөлісетін боламын. Өте қарапайым рецепт. Ең бастысы ешқандай қоспасыз табиғи өнімдерден жасалынады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көрсеңіздер. Бізге керек су, жемістер және қант қажет болады. Алмамызды ортасынан 4 бөлікке бөліп алсаңыздар болады, және көбік тәрізді қылып жасасаңыздар да болады. Турап аламыз. Алмұртымызды дөңгелек тәрізді етіп тураламыз, және де апельсинді алмұрт сияқты дөңгелек тәрізді қылып турап аламыз. Отқа ыдысымызды қойып аламыз. Ыдысымызға жемістерді кезек-кезек салып шығамыз. Үйлеріңізде мята бар болса, мятаны компотқа салсаңыздар болады. Үстіне дәміне қарай қантын саламыз. Үстіне су құямыз. Осыны орташа отта компотымызды қайнатып аламыз, жақсылап араластырамыз. Осылай қайнағаннан кейін дәміне көрсеңіздер, қанты аз болып жатса, тағы да қант саламыз. Осылай бір қайнағаннан кейін астын басып, тағы 20 минут қайнатып аламыз. Міне дайын болды. Міндетті түрде үйде жасап көрсеңіздер болады, өте дәмді болып шығады. Кептірілген жемістерден де жасап көрсеңіздер болады. Егер сіздерге менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.